Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ерекше қолжетімді заттардан жасалатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Алдын ала барлық заттарымызды турап дайындап аламыз. Пиязымызды тураймыз, яғни қарапайым күнделікті тамақ істеп жүрген сияқты турай береміз осы видеодағыдай. Және етімізді де ұсақ етіп, майдалап, жақсылап турап аламыз. Менде мұнда жылқы еті. Өз қалауларыңыз бойынша үйде қандай ет бар, сиырдың да, қойдың да етімен жасай берсек болады. Міне осылай турап аламыз. Сосын картоп пен бауырды тураймыз. Мен бауыр қосып жасадым. Бұл енді өз қалауыңыз бойынша қоспауға да болады. Достар, егер де сіз каналда алғаш рет болсаңыз, онда каналға жазылып, ерекше тағамдардың рецепттерін жіберіп алмаңыздар. Және егер де бұл тағамды сіз жасап көріп жатсаңыз, онда сізде бұл тағам қалай шықты, дәмі қалай болды, міндетті түрде комментарийға менімен бөлісе кетіңіз. Барлығын дайындап алдық. Енді қазанға май құйып, пиязды кішкене қуырамыз. Артынша етті салып, 5-10 минуттай жақсылап қуырамыз. Міне менің етім шамамен 10 минуттай қуырылды. Енді осы етіміздің үстіне жылы су құямыз. Етімізден кішкене ғана асып тұратындай болу керек. Және жай отқа қойып, етімізді жақсылап пісіреміз. Енді етіміз пісе берсін. Осы аралықта біз тез-тез қамырымызды дайындайық. Оған қажет тек ұн, су, тұз. Қатты емес, орташалау етіп қамыр илейміз. Қамырымызды содан 2 бөлікке бөліп, бешбармаққа жайғандай етіп, жұқа етіп жаямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай көлемде болса жарайды. Енді жаймамызды бірнеше бөлікке бөліп, видеодағылай етіп бөлсеңіздер де болады. Қызып тұрған табада екі жағын бірдей кептіріп аламыз. Шамамен әр бетін 20-30 секундтай ұстасаңыздар, яғни бетінде осы видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай аппақ түйіршіктер пайда болуы керек. Егер де осындай болып жатса, онда біздің қамырымыз дайын деген сөз. Қамырымызды кептіріп алдық. Енді жаңағы бөліктердің азғантай мөлшерін осылай үсті-үстіне қойып, жіңішке етіп, кеспеге турағандай өте жіңішке етіп тураймыз. Яғни бұны жылы күйінде турауға тырысыңыздар, немесе қатты болып қалуы мүмкін. Бұл табада кептіргеннен кейін біздің қамырымыз бір-біріне жабыспай, осылай тал-тал болып түсетін болады. Осы аралықта біздің етіміз де пісті. Енді артынша бауыр мен картопты салып, картоп піскенге дейін қазанның қақпағын жауып, баяу отта пісіреміз. Дәл осы тағамды бұрында біздің аталарымыз, әжелеріміз де жасаған болатын. Бірақ қазіргі таңда бұл тағам ұмыт болып бара жатыр. Негізінде бізге бұл тағамның дәмі өте қатты ұнады. Тіпті жолдасым аптасына 1 рет, 2 рет болсын жасашы деген өтініш айтты. Сол себепті біз енді жиі жасап тұратын боламыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде үй ішілеріңізге ұнайды деген ойдамын. Тамағымызға дәміне қарай тұз, бұрыш салып, қақпағын жауып, картоп піскен уақытқа дейін баяу отқа қоямыз. Бізде картоп пісті. Ең алдымен суын көреміз. Егер су тартылып қалған болса, онда кішкене жылы су құямыз. Және үстіне осылай қамырымызды саламыз. Салған уақытта осылай шашыратып салу керек. Бірден бәрін үйіп салсаңыздар, онда қамыр бізде жабысып қалады. Және соңынан қамырдың үстіне 3-4 ас қасық сұйық май құямыз. Яғни бұл біздің қамырымыз езіліп жабысып қалмасы үшін. Осылай 15 минуттай қақпағын жауып қоямыз. Қазанның қамыры пістау деген уақытта ашып, осылай ыдыста араластырып аламыз. Осымен біздің ерекше тағамымыз дайын. Ыдысқа салып дастарханға бере берсек болады. Дәмі өте керемет шығады, үй ішіңіз таң қалатыны сөзсіз. Осындай ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылып, сізде қалай болып шықты комментарийға бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жаңа рецепттерге дейін сау болыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.